Капумбу мен аңдар. Алып ертегісі. Бірде Капумбу бүкіл аңдарды шақырып алып, араларында менің ішіп жегенімнен артық ішіп жейтін ешкім де жоқ. Сендер бәрің де тойып алғансыңдар, ал мен болсам әлі жеп жатырмын, депті. Сол сәтте арыстан көтеріліп, мен сенімен жарыс аламын. Сонымен бастай жөнеліпті. Жеп, ақыр соңында арыстан аяушылық етуді өтінеді. Ал Капумбу тым сезінбегендей одан әрі қылғыта беріпті. Сонда қабылан жетіп келеді. Мен сені жеңемін, депті ол. Бірақ көп ұзамай қабылан да жеңіліп қалады. Капумбудан көп жеймін деп таласқандардың бәрі де ілесе алмапты. Ең ірі деген аңдардың бәрі де жеңіліске ұшырапты. Сонда бірдеге көтеріліпті. Тақсыр Капумбу, ұлықсат болса мен де байқап көрсем қайтеді? Көрерсің, сені мен ғана жеңемін. Жарайды, байқап көр, депті Капумбу. Ең ірі деген аңдардың бәрі де мені жеңе алмап еді. Саған не жоқ? Олар бастай жөнеліпті. Жарты күн өтеді, Теке шайнай беріпті. Ісін асырға шауып, кешке дейін созылыпты. Теке бой беретін емес. Уақыт түнге айналып, үйге тарқайтын кезде келеді. Сонда аңдар тұрып, бәсекені ертең жалғастырыңдар, ал қазір ұйықтайтын мезгіл болды. Екеуің үңгірге барып жатыңдар, депті. Капумбу мен Теке екеуі ұйықтамақ болып жатып қалады. Түн ортасы кезінде Капумбу ояна келсе, Теке әлі күйсеп отыр. Ал үңгірде тастан басқа ол нені шайнайды? Капумбу шошып кетеді. Егер мына пақыр қазірдің өзінде тасты шайнап отырса, Азулы мені де қылғып қоймай ма? Ол үңгірден тысқа шығады да, Текеден аулағырақ кетіп ұйықтайды. Таңертең аңдар келеді. Капумбуды көреді де, сен мұнда неге жатырсың? Үңгір іші қолайсыз болды ма деп қайран қалысады. Сонда Капумбу тұрып, түнде ояна келсем, Теке әлі күйсеп отыр. Сен соншама нені шайнап отырсың деп сұрасам, ол тас дейді. Охо, деп ойға баттым. Тасты реттегеннен кейін Азулы маған да кіріседі ғой. Міне сондықтан үңгірден кетіп қалдым, депті. Аңдар қарқылдап күледі. Біздің бәрімізді жеңіп едің, ал Текеден жеңіліп қалдың. Біз енді сен Азулы Капумбу демейтін боламыз. Енді сен қарапайым піл боласың. Ал сенің бұрынғы атын Капумбуды Текеге береміз. Ол біздің Капумбу Текеміз болады. Бәсеке осылай аяқталып, бәрі де өз жөндеріне қайтыпты.